Биыл әдебиет майталманы, ақын, драматург, әдебиет зерттеуші ғалым, халық жазушысы Әбділда Тәжібаевтың туғанына 115 жыл. Сыр өңірінде дүниеге келген ақын мөлдір поэзия әлемінің падишасына айналды. Сыршыл, ойлы өлеңдермен қатар кең құлашты, терең мазмұнды поэмаларда жазған. Халық аңыздары желісінде жарық көрген Мерген, Аққу, Күй атасы еңбектері соның айғағы. Сонымен қатар Әбділда Тәжібаев драматург ретінде белгілі. Оның Ақ қайын, Гүлден дала, Майра, Таныстар секілді бірқатар пьесалар бар. Қаламгердің сценарийі бойынша Жамбыл көркем фильмі де түсірілген. Абыз сондай-ақ Пушкин, Островский, Гейненің туындыларын қазақ тіліне аударумен айналысты. Әбділда Тәжібаевтың қаламынан туған шығармалары сыршылдығы, ойшылдығымен ерекшеленеді. Драматург ұзақ шығармашылық ғұмырында тынымсыз ізденіп, үздіксіз еңбектеніп, тұтас бір дәуір шындығын жан-жақты жоғарғы көркемдікпен бейнелеп, артына мол мұра қалдырды.